Ассаламу алейкум рахматуллахи баракатух. Бауырлар, амансыздар ма? Алла тағала отбасыларыңызға амандық, мал жандарыңызға береке берсін. Ұл қыздарыңызды салихалы ұрпақтардан қылсын. Жақында бір видео көрдім. Құдай жоқ дейтін, яғни өзін атеистпін деп санайтын бір қазақтың жігіті тікелей эфирде отырды. Содан жер сілкінісі болады ғой. Сөйтсе ана жігіт атып тұрып, жүгіріп бара есіктің бұрышына барып тұрып алған. Бисмилля, бисмилля, бисмилля деп айқайлап тұрды. Одан кейін тағы бір видеода бір кісі өзін мен тәңіршілмін дейді. Видеосын бастаған кезде былай бастайды. Армысың қазақ, Алланың сәлемі болсын сіздерге дейді. Қараңыздар, оларға бұл сөзді айттырып жатқан кім екенін білесіздер ма? Мына Құдай жоқ деп жүргендер бар ғой, олардың тілдері сайрай береді олардың. Бірақ рух Құдайдың бар екенін біледі. Анау самолетта атеисттер болмайды деген секілді ше. Қараңыздар, рух Алланың бар екенін біледі. Өйткені қазіргі мен кәпірмін дейтін, атеистпін дейтін, кіммін дейтін, мейлі кім болсын, бәрінің рухы әләсту би раббикум. Әл-Мисақ күнінде Алла тағала бізге мен сендердің раббыларың емеспін бе деген кездеше, бүкіл рухтар әлбетте сен біздің раббымызсың деп, бұл уәде алынған күн деп айтады. Алланың бар екенін сол кезде мойындап қойған рух. Сол үшін кез келген адамдар қазір, мейлі мұсылман болсын, мейлі мұсылман болмасын, бір істі жасар кезде басқа біреумен ақылдаспай тұрып, ол өзінің ішінде екеуімен таласады. Екеу таласады. Рух пен нәпсі таласады. Күнә іс болатын болса, нәпсі жаса дейді. Бірақ рух, білесіздер ма, күнәлі іске баратын кезде рух қиналады, жасамасай деп біраз тартысып көреді. Бірақ нәпсіге шамасы жетпей қалады да көбінесе. Рух не үшін жаны қиналып тартысып жатыр? Өйткені рух кезінде Аллаға мен саған бой ұсынамын деп уәде беріп қойған. Ол біледі, қияметтің күнінде осы іс үшін сұра алатынын. Бұл кез келген адамда өзінің ішінде екеуден тұрады. Бір кісі бар, ұстаздан сұрайды ғой. Өзімнің ішімде жаңа екеу бар дейді да, тартысатын. Жақсы мен жаман тартысады. Мен қайсысына болсайын деген кезде не дейді? Сен оның қайсысына болсайын деп сұрамай-ақ қой. Қайсысын азықтандырып жатсың, сол жеңеді дейді. Нәпсіні азықтандырып жатсың ба, сол жеңеді. Рухты азықтандырып жатсың ба, рух жеңеді. Жаңағы атеисттерді айтпай қоя тұрайық, тіптен Абу Жахил, мушрик болған Абу Жахил, Алланы мойындамаған. Түндерде Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам Құран оқыған кезінде барып, тығылып барып, Құран тыңдайтын болған. Валид ибн Муғира, мушрик болып өмір сүріп, мушрик болып өлген адам. Түндерде барып, Құран тыңдайтын болған Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның үйінде тығылып отырып. Олар сол жерден бірін-бірін көріп қалса, Абу Жахил айтады екен, мына сиқыршы дейді. Адамды сиқырлап тастады ма, бір нәрсе қылды. Қараңыз, мушриктердің өзі барып Құран тыңдап, жәндері тынышталатын болғанда, бірақ кербезденіп, тәкаппарланып, қабылдамай қайтатын болған. Бұның сыры неде? Мына менің тәнім бар, жәнім бар. Баршаңызда сондай адам екеуден тұрады. Тән мен жәннен. Тән деген дене, бұл әкенің белінде ұрық болған, ананың жатырында қанға айналған, сүйекпен етке айналған, оны адам кейпіне келтірген Алла тағала. Бұл тән деген ананың жатырында жаратылып жасалған нәрсе 4 ай бойы. Кейін оған рухты, бірақ қараңыздар, рух ананың ішінде жаратылған жоқ. Оны періште алып келіп үрледі дейді. Қайдан келді? Біз айтамыз ғой, Алладан келдік, Аллаға қайтамыз деп ше. Рухты періште алып келді. Сөйтіп жаңағы денеге үрледі.
Сөйтіп ол тән мен жәннен тұратын біз сияқты адамға айналды. Қараңыз, екеуінің жаратылысы екі түрлі. Мынау дүнияви материалдармен жаралды. Ал рух ол ғайыптан Алла тарапынан келді. Сол үшін мына денеде өлшем бірлік деген нәрселер жүреді. Төс, салмақ, жаңағы деген секілді ше, сұйықтық немесе жаңағы қаттылық. Ал рух деген нәрсе ол сенде бар, бірақ ода ешқандай салмақ, төс, ұзындық, қысқалық, жұмсақ, қатты деген терминдер, өлшем бірлігі жүрмейді. Екеуінің жаратылысы екі түрлі, және екеуінің қорегі де екі түрлі. Қандай? Тәннің қорегі осы дүнияви нәрселермен. Ішесің, жейсің, тәннің рахаты сол. Ал рухтың, жанның рахаты не? Алланы еске алу. Рух бәрібір біледі Алла бар екенін. Сол үшін Абу Жахил, Валид ибн Муғира сияқты мушриктердің өзі түндерде бар Құран тыңдайтын болған, Алланың сөзін тыңдайтын болған. Неге? Нәпсі қабылдамай тұрса да рух рахаттанатын. Сол үшін қазіргі жаңағы мен атеистпін, немесе мен жаңағы анаумын, мынаумын деп өздеріне әртүрлі ат қойып алған Құдайды мойындамайтын адамдарға айтатын ек, сенің рухың бәрібір біледі оның бар екенін. Өлер кезінде иман келтіресің. Айтады, өлер кезінде бүкіл адамдар иманды болады деген. Бүкіл адамдар иман келтіреді өлер кезінде, өлім періштесін көрген кезде. Тіптен біз адамбыз деп жүрміз. Мен құдаймын деген Фирғаун, мен құдаймын деген Фирғаун өлер кезінде Мұсаның Раббысына иман келтірдім, Аллаға иман келтірдім деп, мен құдаймын деген Фирғаунның өзі өлер кезінде иман келтірген. Бауырлар, осы өзіне әртүрлі ат қойып, мұсылмандықтан безіп жүрген бауырлар, біз сіздерге жанымыз ашиды. Дінсіз өліп кетулеріңізден қорқамыз, олай өлмесе екен деп тілейміз. Иман келтіріңіздер, Алланы мойындаңыздар. Өйткені сен өлер кезінде бәрібір мойындайсың оны. Бүкіл рух біледі оның бар екенін. Өлер кезінде, я Алла, кешірші, мен саған иман келтірдім деп бәрі айтады. Бірақ өлім мынау құлқыныңа келіп тірелген кезде, о кездегі иман пайда бермей қалады. Жәнің барында иман келтіріп қал деген келеді. Сол үшін ағайындар, Алла тағала бізді бекерден бекер жаратқан жоқ. Алла қуат берсін, Алла иман берсін баршамызға, иманның байлығын берсін. Бұл дүниеден сол иманмен өтуді Алла тағала нәсіп етсін. Ассаламу алейкум рахматуллахи ва баракатух.